Армысыздар, құрметті қазақстандықтар. 7 мамыр отан қорғаушылар күні, 9 мамыр жеңіс күні баршамызға құтты болсын. Қос мерекенің қарсаңында Алматы қаласының әкімдігінің мәдениет басқармасының қолдауымен, Алатау дәстүрлі өнер театрының ұйымдастыруымен біз сіздерге кезекті онлайн айтысымызды ұсынамыз. Бұл айтыстың басқа айтыстардан ерекшелігі бұл кішігірім жекпе-жек. Қатысушылар саны 4. Өздеріңізге танымал бола бастаған жас ақындар Нұрзат Қару, Қанат Мырзахан, Ақниет Жұбанышев және Шұғайып Сезімхан. Айтыстың тағы бір ерекшелігі оның жеңімпазын сіздер анықтайсыздар. Ол үшін осы айтыстың төменіндегі пікір қалдыратын жерге өз пікірлеріңізге ұнатқан ақындарыңыздың есімін жазасыздар. Соның нәтижесінде біз 14 мамыр күні жеңімпазды анықтайтын боламыз. Мереке құтты болсын, олай болса кезек ақындарда. Ақындардың алғашқы жұбы Қанат Мырзахан және Шұғайып Сезімхан. Есірген есе бермей айқай-ақау кей дұшпанға, не жетсін қыран құстай биік ұшқанға. Жеңісті жырласын деп шақырыпты, біз үшін одан артық игіс бар ма? Алайда көрермен жоқ бұл айтыста, көңілде одан басқа күйініш бар ма? Сәлемдесу айтуда қиын екен, көрермен жоқ, шабыт жоқ, миғысқанда. Армысың онлайн боп отырғандар, айтыс көріп Facebook, Инстамда. Бір сәлем осындағы бос орындар, қарамайтын плюс пен минустарға. Залдағы бос орынға толып отқан, бір сәлем көрінбейтін вирустарға. Айқай-ақау, ай-ай. Халық теңіз, ал ақын кемеге тең, көрерменсіз айтысқан бөлек екен. Амал жоқ, карантиннің талабы сол, адам байқұс бәріне көнеді екен. Әйтеуір кеште болса бұл айтысты көрермен ғаламтордан көреді екен. Рухын ел жұртымның көтеретін айтыс деген ақсүйек өнер екен. Соғыстың кезінде де айтыс бопты, вирустың кезінде де өлең етем. Соғыс жылы басқарған Англияны, Черчиллдің айтқан сөзін дерек етем. Мемлекет қазынасын басқаратын қызметкері алдына келеді екен. Мәдениеттің қысқартып қаражатын майдан менен әскерге бөледі екен. Уинстон Черчилл сонда ашуланып, бұлай деп қызметкерін сөгеді екен. Мәдениет болмаса сонда біздер не үшін соғысамыз деген екен. Сондықтан да айтысып көрермен карантинде ақындар елге рух береді екен. Мәдениет өнері өлген елдің өзі де көп кешікпей өледі екен. Өзіміз өлмеу үшін сондықтан да өнерді де өлтірмеу керек екен. Айқай-ақау, ай-ай. Білемін керуен көшіп ит үрерін,
Demес biz үй ішінен үй тігемін. Армысың шұғайыптай қарсыласым. Көрермен танитұғын сиқыр еңін. Көптен бері қолыма түспей жүрең, демесем де үйтіп ем, бүйтіп едім. Қарсыласты шайнамай қылғытушем. Жыр жалынға бастарын үйтіп едім. Ал сенің жолың, өзің бір жолың болғыш жан екенсің. Құдайым қабыл алар кей тілегін. Аузым берік кезде шығып қалдың. Айтпесе әттеген ай дейтін едің. Оразада айтсып жаның қалды. Басқа кезде жолықсаң жейтін едім ай қаяғым. Ай, ай. Бұлғанат адам жейтінеу адам екен. Жеу жағына келгенде маман екен. Оразадан басқа кезде жейтінем дейді. Аузы берік ойлары арам екен. Кәрістер ит жейді деп естуші едік. Сен жайлы ойым болды ала бөтен. Ағайын адам жейтін мынау қанат. Ит жейтін кәрістен деу жаман екен. Қарсылас қасымызға еу қадам басып, алжасып сөйледің ау араңдашып. Ауру келіп қиналдық рас бәріміз, кеткендей басымыздан бағалмасып. Ал сен болсаң кеп алып жыртыңдайсың, дертпенен жүрген жандай хабарласып. Бір сәлем көрінбейтін вирустар деп, бәлекетпен сөйлестің саламдасып. Бек жинаған екеуің болдыңдар ғой, коронавирус қайтеу жаман қашық. Ауруды шақырып не көрінді, қиналып жатқан кезде адам жасып. Елдің бәрі қоштасып еу жатқан кезде, көрінбейтін індетпен амандасып. Қанатың дайын болса еу шұғаңдайын, кішкене қарсыластан сыраңдайын. Көрінбейтін бұл індет бәле болды, шошытып шулат делді ұлардайын. Тығылып үйден шықпай қалдық содан, жиырылып інде жатқан жыландайын. Ет ауызды маскымен тұмшаладық, жаман дерт бәрімізге жоғардайын. Шүкір бүгін қауыштық сахынада, алдыңда қалай шіркін қуанбайын. Ағайын жеңіс күні құтты болсын, алдыңда ағыл тегіл жыр арнайын. Масканы шешіп тастап еу қалықтайық, томағасын сыпырғады қырандайын. Қанат досым мергенең бір ататын, атқанын мүлт кетірмей құлататын. Жақында отау құрдың құтты болсын, жан едің тойың тойға еу ұласатын. Содан бері үйіңнен шықпай қойдың, бұрындары жігітен қырасатын. Хабарлассақ карантин шықпаймын деп, кездесудің салмадың сірә сәтін. Бүгінде бұл айтысқа зорға келдік, бұл жеңістің тойы деп біз ашатын. Жалғыз жан сен боп тұрсың карантинің, армансыз көріп жатқаны рахатын.
көңілшегім, мен емес жауап бермес еріншегің. Карантинде үйімнен шықпай жаттым, саулығыңды тіледім елім сенің. Әйелімде түсті ғой, ас түстіме көңіліңді табам деп ерім сенің. Сен болсаң үйден қашып сыртта жүрдің, бармаған жерің жоғау серім сенің. Бір жыл бойы үйіңнен қашып жүріп, азып тозып шығыптау шеміршегің. Үйіңнен соншалықты қашатындай, немене жайсыз беді келіншегің ай. Шұғайып біреу едің өрелердің, ақ туын ұстап жүрген төленердің. Жеймін десем астарлап айтқан едім, осылай теңеу айтып теңегенмін. Аспанды астарлап айтқан сөзді түсінбесең, аспанда бақыммын деп неге келдің ай. Шығарып не қылайын жаңа нақыл, алайық өткен шақтан шамалы ақыл. Жеңіске 76 жыл толып жатыр, оны айтпасақ құнымыз қара бақыр. Отан үшін от кешкен батырлардың естен кетпес ерлігі санада тұр. Бес рет жау құрсауын бұзып шыққан момыштың бауыр жаны ғаламат ұл. Рейхстагқа ту тіккен ерліктің бас жағында, Рейхстагқа ту тіккен Рахымжандай нараға тұр. Қыршынынан қиылған гүл ғұмыры, Әлия мен Мәншүкте дара батыр. Сұм соғыстан бұл күнге аман жеткен азғантай қариялар арада тұр. Көздері тірісінде құрметтейік, қайтқасын гүл апармай молаға құр. Бірі мініп келместің кемесіне, онсыз да бірі көтіп жағада тұр. Күнтізбенің парағы секілденіп, күннен күнге азайып бара жатыр ай. Ақынем жорға құсап тайпалатын, кезім жоқ жел тұрсегер шайқалатын. Ковидпен амандассам айып етпе, ақынмын табан асты ой табатын. Ковидтен мақтап сақтап құтылмасақ, жайымыз жоқ, емделіп жай табатын. Мен осындай амалға көшіп тұрмын, көрейік нәтижесі байқалатын. Ежелден халықпыз ғой, жыланның да басына ақ сүт құйып қайтаратын ай. Бұлғана талабыма сая қылды, жаныңа қондырғансың қаяғымды. Қайта-қайта жеуді айтып қоймадың ғой, аспаннан келтіремін аяғыңды. Сен олай деп ашуыма тие берсең, қазір саған жегізем таяғымды. Ағайын қызық болды тамашаға, санаңыз соншалықты аласама.
әйелімнің қасында жата алмаймын, үйімде отырса да бала шаға. Біз кешегі батырдың ұрпағымыз, бұл сөзіммен еш адам таласама. Күндіз-түнін өткізген ат үстінде. Күлдірмесе, күлдірмесе. Осы мен қайтадан айтып жіберейін басында. Күлдірмесе. Ағайын қызық болды тамашаға. Санаңыз соншалықты аласама. Әйелімнің қасында жата алмаймын, үйімде отырса да бала шаға. Себебі батырлардың ұрпағымыз, бұл сөзіммен еш адам таласама. Күндіз-түнін өткізген ат үстінде, азық тауып берем деп қарашаға. Әйелінің қасында үйде отыру, бауырым ер жігітке жарасама. Өткен күн сабақ болар бар адамға, тәрейік парақтарын қарағанда. Қайран менің ер жүрек бабаларым, жаулар келіп елімді талағанда. Қорықпай қас жауларға тұрам тұлды, өкпесін түйіп алып орамалға. Қаймықпады зеңбірек танкіден де, аспаннан оқтар қардай борағанда. Солардың арқасында еге болдық, байтақ жер мынау дала қалаларға. Сондықтан қарыздарымыз біздер мәңгі, кешегі жесір қалған аналарға. Шыбын жанын түйіп абеу шүбірекке, қан майданда соғысқан бабаларға. Таң қалмай қарсыластың термесіне, зерделі ой салайын зердесіне. Бауыржанның ауылдас ініседің, момышылыдай салдың ғой ердесіме. Бірақ бұл бауыржандай батыр емес, сондықтан қаймығайын мен несіне. IT деген оқыдың мамандықты, заманның ілесем деп сен көшіне. Компьютердің тышқанын ұстап алып, ойынға кірісесің белдесуге. Ал енді кезек беріп бір көрейін, Мырзахан ағамыздың кенжесіне. Қару алып соғысқан бауыржанның, мешкі ғана ұстайтын жерлесіне. Мен қашан қайда именіп ем, керісінше жасықтықтан жиреніп ем. Мышқа ұстаған бәукеңнің жерлесі деп дейсің бе, бұл қанатты түйре білем. Соғысқа барып қару алмасам да, бойына жақсылықты үйген ұлым. Соғысқа бармасам да, ол жайында кітап оқып көріп ем киноны мен. Бәукеңнен мергендікті үйреніп ем, әскери тактикасын игеріп ем. Маңдай десем атамын маңдайынан, бүйрек десең атамын бүйрегінен. Аңға шыққан сайыммен атып алам, қасқыр қоян түлкіні үйрегімен. Жуалыда әскери тәртіп бар ғой, қатар жүрер. Жуалыда әскери тәртіп бар ғой, қатар жүрер тірліктің күйбеңімен. Әкеміз бұйрық берсе, ал анамыз
чес беріп амандасат сүйгенімен, өзімде таң атпастан шагайт етіп, қой жайып сиырларға су беріп ем. Түскі асқа жеп алып гречканы, кешкі асқа асаймын пюренімен. Осылай жуалының әр жігіті военный боп шығады үйлерінен. Батырлықтан кендемес айналайын, Бауыржанның шыққандар шинелінен ай. Сөзіңе жауап бермес қанат қайдан, дұрыс қой жауап сөзге жарап қойған. Өкпесін орамалға ораған деп, батырларды биікке балап қойған. Ондай сөзді алғаш рет естіп тұрмын, сенсің ау сондай алғаш талап қойған. Ақынды өмірімде алғаш көрдім, батырларға дәл сендей қарап қойған. Өкпесін қолына алған қазақтардың, өкпесін орамалға орап қойған ай. Ағайын құлақ түрші қанатұлға, қанатұл болмаса да даратұлға. Жүз жасап аталар мен апаларым, заманды таң қалдырсын заматында. Жамбыл мен Бауыржандай ұлдарыңыз айналсын әрі батыр, әрі ақынға. Ал қыздарың кешегі қара шаштай, айналсын данышпанға, аратырға. Әр қазақтың басында баспана боп, тұрса екен зәулім үйдің санатында, қабатында. Кем дегенде 5-6 бала сүйіп, бай болсын бәр ақшаға, бәр ақылға. Теңгенің мәртебесі көтеріліп, 4 есе көтерілсін жалақыңда. 30 ел былай тұрсын Қазақстан, болса екен алғаш қондық санатында. Соғыс оты тұтанбай ең бастысы, орнасын бейбітшілік дала қырда. Біздің елде мылтықтар атылса екен, тек 7 мамырдың паратында ай. Шуайып, дұрыс сөйлеп, оңала қой, ендеше құлашыңды кең ала қой. Қазыларсыз, жүлдесіз айтыстық қой, бауырым, осы менен дем ала қой. Осы менен айтысты аяқтайық, жолыңды тауып енді жөн ала қой. Бүгін саған мен сыйлық жасайыншы, ендеше 4 тұяқты тең ала қой. Халықтың ақ батасын мен алайын, осы айтыстың жүлдесін сен ала қой ай. Ашпаймысың еу маған құшақ, жақсылап айтыссаңшы табанды сап. Бір қате тауып едің, мәз боп кеттің, Құдайым берсе екен саған нысап. Неменеге мәз болып еу жыртыңдайсың, қатыныңыз ұл тапқан еу адам құсап ей. Қарсылас айтар сөзді нықтап етем, нықтап өтем. Жаныңа жаман әдетеу жұққан екен. Ер
ерлікті кинолардан көрдім дейді, бұл қанат шынымен мақтақ екен. Жазықсыз қояндарды атып жүрсе, бұл досымның жүрегі түктақ екен. Баукеңнің шинелінен тек жеңісті кинодан көретіндері шыққан екен. Жасырынған көп сыр бар қалқасында, қазақтың тарих бар таутасында. Кешегі анталаған жау келгенде, Айданның қазақ жүрді ортасында. Бауыржан Момышұлы талқандады, немістің қамалында танкысында. Ержүрек Әлия мен Мәншүктердің жыл өткен сайын, Ержүрек Әлия мен Мәншүктердің ағайын жылдан жылға даңқасуда. Қайседіп Қасым ағам қаймықпады, қас жаулар жүрсе дағы дәл қасында. Бейқыстаққа орнатқан жеңіс туын Рахымжандай туыпты мәрт осында. Осындай бабалардың ерлігімен КСРО қалды әлемнің картасында. КСРО немістерді жеңген екен, негізі үлкен мән бар жалпы осында. Жау жолына жүрегіне бомба қылған баһадүр қазақтардың арқасында. Ерлерім елім үшін ерлес екен, аналар тал бесігін тербес екен. Қазақтың азаттығы мәңгі болып, жаққан алау мәңгілігі сөнбес екен. Қан майданда айқасқаны бабалардың ұрпағы енді соғысы көрмес екен. Мінекей, қадірменді ағайындар, өздеріңіз куә болған алғашқы айтыстың легі осындай. Егер қос ақынның айтысы көңілдеріңізден шықса, аямай лайк басып пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Ақындардың келесі жұбы жаста болса көп айтыстарда өзін жақсы жағынан көрсеткен, өзінің шеберлігімен талай тамсандырған Нұрзат Қару қарындасымыз бен Ақниет Жұбаныш. Біреуге жан біреуге мал қайғы екен, өмірде қайғысыз жан болмайды екен. Ассалаумағалейкум қайсар қазақ, қиын сәтте бәріңді қолдай кетем. Ақындардың жүректен шыққан жыры бір тылсым құдірет қой сондай бөтен. Ұлы Отан соғысында жамбыл атам Ленинградты көренім деп өлеңін майданға сарбаздарға жолдайды екен. Соғыстың кезінде елде айтыс өтіп, ақындар елдің мұңын толғайды екен. Ал қазір аты жаман вирус шықты, бар әлемге келген бұл зорғайды екен. Карантинде онлайн концерт беріп, театр жақсылыққа болжайды екен. Ақындар айтыс қылып осы орайда демеу болып халықты қолдайды екен. Ағайын онда тұрған ештеңе жоқ, бұйыртса басыңа бақ орнайды екен. Соғыстың кезінде айтыс болған кезде, вирустың кезінде айтыс болмай мекен. Қайла лилилля, лилилля, вай. Нұрзатжан не айтсам да қырақ ойла, сені көріп қан жүрді тұла бойға. Тоғжандай өзің сұлу қыз екенсің, жолықпай жүрген бірақ ұлабайға. Әкеңді әлі күні құда қылмай, анаңды айналдырмай құдағайға. Бүгін сұлу қызбенен жұп боп қалдым, ағайын артық айтсам кінә қойма. Оразада қыз көрген қиын екен,
тура жолда жүрсең тек тура бойлам. Қыз дегенің нәпсіңе ұнамай ма, бірақ қыздар қылықпен қылар айлам. Жігіттер осал келет бұл орайда, жатыр дейсің сондықтан күнә қайдам. Сұлу көріп ауызды ашып қалдым, ауызды бекітіп ем бірақ айғам. Иманы әлсіз ұлды мен секілді құдайда қызбен қосып сынамай ма? Я құдайым құлыңды кешіре көр, көзбен күнә жасасам мынадайдам. Прямой жолда жүрген жігіт едім, Нұрзат кіріп құрттың ғой. Прямойға ұқайла лилилла, лилилла вай. Бізді жұрт демес екен, екі балғын бір едік жүрегінде оты бардың. Жаныма қарсыласқып серік қылып, Нұрзаттай өте сұлу өкіл алдым. Сыланғаны секілді сұңқарлардың, таранғаны секілді тотылардың. Қара қыз карантинде қарап жатпай, баптапты сылап сипап бетін әр күн. Көздері көздің жауын алады екен, сәндепті қаспенен шаш кекіл алдың. Шиеде еріндері дір-дір етет, бұл өзі белгісі екен не планның. Көріп тұрған жерлерін жырға қостым, айтпай кетсем ақырып опынармын. Шектінің текті қызы қалың қалай, қарындасы емеспен көті бардың. Сұлулық бар әлемді құтқарады дегенді мен кітаптан оқығанмын. Әлемді құтқаратын кезің келді, көзін жойып көбейттей тоқыр аудың. Сендей сұлу кез қылып құтқармаса вирустың қайтармайды. Бетін әргім қайда лилилла, лилилла вай. Өзіңнен күтпеп едім мен ондай жыр. Бұл күні бұл қоғамда не болмай жүр. Атың өшкір аурудан бастадың ғой, онсыз да халық оны жеңе алмай жүр. Сұлулық бар әлемді құтқарат деп жауап күтіп отырсың менен қайбір. Расында біз әлемді құтқарар ек, өкімет бізге көңіл бөле алмай жүр. Беттегі бетперденің ар жағынан вирус біздің сұлулықты көре алмай жүр. Ақ ниет сұлулық деп сұқтанады, жанарыма тесіліп тік қарады. Жердің бетін көрінбейтін вирус жайлап, жақынынан айрылған жұрт жаралы. Сұлу көбетіңнен құтқара алмаймыз деп, сұлулықтың өзі де сырт қарады. Бұл кесел адамдарға ауыр тиіп, дәрігердің тұрды ғой тік табаны. Вирус шыққан жандарды сақтау үшін маңынан мейіріммен жұрт қарады. Тыныс алу аппаратын алып беріп, аман қалды азда болса ұлт шамалы. Толстойдың мынадай сөзі бар еді, ашығаннан айтқан ау жұртқа жаны. Ақ ниет сұлулыққа сене берме, барыңды бағаласаң құт қонады. Әлемді әдемілік құтқармайды, әлемді мейірімділік құтқарады. Сөзіңнің жалғаны бар, ырасы бар, аласы бар, қарасы, құласы бар. Көзіңменен күнәні жасап қойсаң, оның бір оқылатын дұғасы бар. Ал енді тіліңменен жасап қойсаң, ол мәңгі кешірілмес күнә шығар. Жалғанда неше түрлі адамдар бар, жақсылар бар, және де жамандар бар. Көзіңмен
жасағаның ештең емес. Жаратқанға жалбарынсаң амалдар бар. Әйтпесе мынау біздің заманада надандығы айтқысыз надандар бар. Қасиетті Рамазанда сол күнәні қолыменен жасайтын адамдар бар. Армысың берекесі қайнаған ел, айтысқа ат көлігін сайлаған ел. Ақындарды жырлатып онлайн қарашаның жігерін қайраған ел. Дүлдүлі аламанда топтан озып бұлбұлы бақшасында сайраған ел. Жері жез дала салтын кең мекенде бір кезде мыңғыртып мал айдаған жел. Басқадай бақа шаян жылан бақпай қазығарта жалжая шайнаған ел. Астаудағы сүрілетін асап болып екіртін өлеңменен майлаған ел. Қазанаты бәйгенің алдын бермей азаматы сертінен таймаған ел. Ерлері жарауатқа ерін салса дұшпанын тақымына байлаған ел. Жолбарыстай жер бетін жортып келіп, Алатаудай мекенді жайлаған ел. Жеңіске 76 жыл толды деп, ойғырға сауық құрып, ойнаған ел. Онлайн өткізіп, ұлы тойын карантинде жатса да тойлаған ел. Сақына айқасатын алаң екен, қызда болсам қылыштай жалаң етем. Көркімді жарты сағат жырлап болсаң, сен жайлы ағайынға хабар етем. Тілінің ұзындығы 2 метр, ағниет айтысудың маман екен. Айтысқа бойдақ қызбен шықса болды, есауып ғашық болып қалады екен. Тоғжандай сұлусың деп айға теңеп, өтірікті шындай ғып соғады екен. Сені көріп оразам бұзылды дейд, енді солай айтуға болам екен. Нәпсісіне берік па деп ойласам, саған енді сенуге болам екен. Ақниет атың сенің болған менен, маған деген ниетің жаман екен. Көркін қосып қиғаш-қас күлеріңнің, жырлап ем сұлулығын реңіңнің. Ниетімді жаман деп менсінбейсің, ақтығын пейілім мен тілегімнің. Сен Әлия Мәншүктің сіңліседің, намысты қызы болған бір өңірдің. Әлия Мәншүктердің сіңлісінің оңайлықпен көнбесін біле білдім. Бірақ көнбегеніңе көн алмаймын, өйткені бір емеспін, жүде олдың. Мен Бауыржан Қасымның ініседім, болмайды еңсем төмен, жігерім құм. Ристаққа ту тіккен Рахымжандай төріне ту тәгемін, жүрегімнен қайда лилилля, лилилля вай. Ат биеден алыптар туданадан, шын батыр белім бекем буған адам. Кешегі ұлы отан соғысында қаншама батыр шықты бұл даладан. Партизан Қасым атам өткен екен, оқпен оттан өртпенен судан аман. Қаршадай Әлия мен Мәншүктерін немісті нысанаға туралаған. Момышылы қорғап қап Москваны Рахымжан Ристаққа туғадаған. Осындай батырлардың арқасында жеңістеп күлі қалып, уралаған қайда лилилля, лилилля вай. Ковид
кіріп қазақтың есігінен, елімнің шықты одан есі білем. Төтенше жағдай елге енгізілді президент Тоқаевтың шешімімен. Карантинде қамалып қалған жоқ па қазақтың неше қызы, неше ұлымен. Уақытша жұмыстарда тоқтап қалды вирустың кең таралып өсуінен. Тырп етпей үйде қалдық бәрімізде келісіп жоғары жақ кесімімен. Бірақ менің жұмысқа шыққым келеді, түсіндіріп өтейін осынымен. Оның сыры Нұрзатжан өзің едің, жасырайын ел жұрттан несінемен. Сенің сұлу көркіңді көру үшін өзіңмен бір жұмысқа қосылып ем. Қасымнан коллегамды көрген сайын шаттанып, шабыттанып көсіліп ем. Әрқашан мен ертерек барушы едім, айтшы қашан жұмыстан кешігіп ем. Карантинде алайда жалғыз қалдым, айрылған адам құсап несібінен. Көр алмайтын боп қалдым мен өзіңді, көрінбейтін вирустың кесірінен. Хайла лилилля, лилилля, уай. Ағниет жаныңа кеп жайланайын, өзіңмен айтысуға сайланайын. Жүрегіңе ту тігем деп айтасың, қалайша бұл сөзіңе жай қарайын. Өзің айтқан Әлияның сіңілседім, сондықтан деп тұрғам жоқ тайғанайын. Бізде бір батыр елдің ұнтағымыз, қызда болсам қылыштай қайралайын. Мына менің жүрегім ту тіккізер, немістің жүрегі емес айналайын. Кірісіп кетіпсің ау жол тосуға, түсіндік Ағниеттің қолқасында. Жұмысқа өзің үшін кірдім дейсің, бір шикілік бар білем жалпосында. Барлығы да вирустың кесірі деп, кінәңді вирус қенді артасың ба? Баяғыдан сөз салсаң қайда жүрсің? Қызмет істедің ғой дәл қасымда. Эфирге шыққан кезде ғашықпын деп, ендіге болмас жерден тартасың ба? Көрінбейтін ғашықтар көбейді ғой, көрінбейтін вирустың арқасында. Бабаларым не деген керім еді, олар жайлы ұрпағын не біледі. Отан үшін жан берген ардагерлер сиреп бара жатқандай көрінеді. Білмеймін қадіріне жете алдық па, осы жағы қинайды мені үнемі. Ардагердің жағдайын жасап бермей, төрдегі төрелерім керіледі. Ел үшін жанын берген ардагерге депте жүр тегін коньки беріледі. Қадіріне жете алмай бабалардың, бос келбеу кейбір жастар желігеді. Ау халқым, біз барынша қадірлейік, көне көз көзі тірі шежірені. Оларға көк тиында керек емес, керегі көк аспандай көңіледі. Әйтпесе бір Алладан әмір келсе, адамзаттың оранғаны кебінеді. Екі айналып келмейміз бұл жалғанға, бұл өмір бір-ақ рет беріледі. Жақсы қызсың жігітті жау қылмасаң, басыңа келген бақты аудырмасаң. Не айтсам да шықпайды көңіліңнен, жақсы сөзді айттым ғой алдыңдасаң.
диагнозын қояйын оныңыздың. Сөзімді түсінесің алғыр болсаң, кәрі қыз деген дертке шалдыққансың, айықпайсың айызды қандырмасаң, ауруың бүйте берсең асқындайдым, жаныңызға бір жанды жарғылмасаң, жүрегіңе тез суды тіктірмесең, қамалыңды жігітке алдырмасаң, бұл дертіңе ешқандай ем қонбайды, еркектің вакцинасын салдырмасаң, хайлалилилля, лилилля, уай. Бұл Нұрзат маған бекер жолықпапты деп отырмын, жүрегім серік таптым. Қара ниет деп мені менсінбейді, бойымда болмаса да желік қаттым. Көп ойланбай ақ ниеттің қолын ұстам, ұзатылар мезгілің болып қаптым. Менен асқан жігітті таппайсың сен, десең де ақша пәтер көлік таптым. Айтпақшы бұрын сендей бір сұлу қыз, өзінің арманына сеніп қаптым. Ақ бозақты қанзадасын күтіп отса, алғашқы пенсиясы келіп қаптау, хайлалилилля, лилилля, уай. Иманды қой, нәпсіні қасқыр көрем, шалақын дәл осылай тәпсірлеген. Қыз бен жігіт айтсын жасап бақтық, қазақы қалжыңменен, дәстүрменен. Бірақ маған бұл айтыс қиын болды. Бұрын қызбен айтыссам мастер боп ем. Оразада қызбенен оңашағап, жолда қалды тақиям тәпсімменен. Бір жағынан айтыстым Нұрзатпенен, бір жағынан күрестім нәпсімменен, хайлалилилля, лилилля, уай. Құрметті көрермендер, осымен біздің айтысымыздың екі жұбы да алдарыңыздан өтті. Ұнатқан ақындарыңызға лайк басып және есімін пікір қалдыратын алаңға жазуларыңызды сұраймыз. Соның нәтижесінде біз 14 мамыр күні ақындардың жеңімпазын анықтап марапаттайтын боламыз. Әрине ол сіздердің қолдарыңызда. Алла қаласа, төрт көзіміз түгел айтыстың үлкен сахнасында офлайн режимінде жолығуды баршамызға нәсіп етсін. Індеттен аман, деніміз сау, бауырымыз бүтін болғай.